Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Тарихтың шертіп пернесін бөлімінің кезекті сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романы, Есенгелді мен Саржан бөлімі. Бүгінгі сабақтың мақсатына сай сіздердің меңгеретіндеріңіз: автор бейнесінің, шығарманың негізгі идеясы мен байланысын айқындау. Балалар, қазақ әдебиеті тарихында 15 жылда 17 роман жазған талантты жазушы туралы білгілерің келе ме? Олай болса, тыңдайық. Қазақ халқының терең тарихымен қауыштырған қаламгер Ілияс Есенберлин Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, жазушы, драматург. Ол 1915 жылы Ақмола облысының Атбасар қаласында туылған. 1940 жылы Қазақ Тау-кен институтын бітірген. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Соғыстан кейінгі жылдарда филармонияны, жазушы баспасын басқарды. Басқа да келелі істерді атқарды. Жауапты қызметтерді атқара жүріп шығармашылық жұмыстан қол үзбеген Ілияс Есенберлин әдебиеттің әртүрлі жанрларында өнімді еңбек етті. Енді шығармашылығына шолу жасайық. Ең алғашқы рет Сұлтан, Айша дастандары жарық көрді. Ілияс Есенберлин Айқас, Қаһар, Алмас қылыш, Маңғыстау майданы романдары, Алтын Орда, Көшпенділер трилогиясы, Ғашықтар, Алтын құс, Көлеңкеңмен қорғай жүр романдарымен оқырман назарын өзіне аударды. Ілияс Есенберлиннің нағыз жазушылық қырын айқындаған шығармалары Қаһар, Алмас қылыш, Жанталас атты тарихи романдары. Жазушы бұл романдарын 1976 жылы Көшпенділер трилогиясы деп біріктіріп жариялады. Бұл шығармада 15-19 ғасырдың ортасына дейінгі қазақ мемлекетінің қалыптасу тарихы мен халықтың қасіреті, атамекенге жау аяғын бастырмауға бекінген батырлар ерлігі баяндалады. 2005 жылы трилогия негізінде Көшпенділер атты тарихи көркем фильм түсірілді. Бүгінгі сабағымызда Қаһар романына тоқталатын боламыз. Бұл роман Көшпенділер трилогиясының 3-ші кітабы. 1836-1847 жылдардағы қазақ даласында болған тарихи оқиғаларды суреттейді. Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің негізгі себебі, барысы, жеңілу себептері тарихи шындық негізінде баяндалады. Шығарма мазмұнымен таныспас бұрын мына сөздердің мағынасын ұғып алайық. Бірінші, құшбегі. Белгілі бір аймаққа билік жүргізушінің лауазымы. Екінші, сәлде. Мұсылмандардың, молдалардың өз діни салтын көрсету белгісі ретінде киіп жүретін, яғни бастарына орайтын ақ мата, шалма. Үшінші, тәспі. Діни адамдар Аллаға сыйыну дұғаларын жаңылмай оқу үшін қолдарына ұстап, санап аударыстырып отыратын моншақтар тізбегі таспиқ. Есенгелді мен Саржан бөлімінің оқиғалар тізбегіне назар аударайық. Үзінді Ресей үкіметінің отаршылдық пиғылының үдей түсуінен басталады. Ең шырайлы жерлерді тартып алып, бекіністер салды. Төрт түліктің жайылымы қысқарды. Алым-салықтың түрлері де себепсіз көбейіп, халықтың ашу ызасын тудырды. Осылай ел басына күн туған шақта Қасым Сұлтанның балалары атқа қонды. Саржан мен Есенгелді батыр Кенесарының үлкен ұлдары Қоқан билеушілерінен көмек сұрауға барғанда, Бегдербек құшбегі бұларды бір ай бойы қабылдамай қойды. Қоқан билеушісі Мәделіхан келгенде барып, екі жендетінен шақырту жіберді. Саржан жендеттер келмес бұрын семсерін шапанының астына байлай алмай қалғанына өкінеді. Семсерін баласына ұсынды. Үн-түнсіз жүрген Ағыбай бірдеңеден сескеніп, олармен ілесіп барғысы келгенімен, Ешік аға кес-кестеп ырық бермеді. Сонда Ержан, ат жақты шолып қайтайық, деп кейін тартқан болатын. Ағыбай батыр жендеттерді қуып жетіп, бастарын шауып алғысы келген еді. Алайда Ержан оның жеңінен тартып, кейін қарай алып кетті. 8 жендеттің қамауында қалған Саржан мен Есенгелді қонақ қабылдайтын бөлмеге кіріп,
төрде тәспі тартып тұрған Бегдербек Құшбегеге бастарын ие сәлем берді. Дәл сол кезде сұлтандардың екі жағында тұрған екі жендеттің қылыштары жарқ етіп, жоғары көтерілді де сыр етіп төмен ақты. Төмен иілген екі бас көтерілместен домалап жерге түсті. Бастарынан айырылған екі дене сылқ етті. Сонда Құшбегі: ел болып бас қосуды көксеп жүргенде, өз бастарынан айырылдыңдар ма, сабаздарым, деп кекете күлді. Бегдербек қалғандарын жайғастыруға бұйрық берді. Топ жендет ұйықтап жатқан 18 жігітті қойша бауыздады. Тек Ағыбай мен Ержан ғана аман қалды. Ешік аға мосқалдау келген жасауылды шақыртып алып, бар, сұлтандарды келді деп хабар бер деп жұмсайды. Мосқалдау адам ерте кезде Қоқан хандығына сатылып кеткен құл болатын. Ол көрші аулаға барысымен болған жайтты Ағыбайларға жеткізді. Алысқанмен құр қаза боласыңдар, тез аттарыңа мініп қашыңдар, деді. Ендігі айқастың орынсыз екенін түсінген батыр ұрыспақ болған Ержанды еркіне қоймай, соңынан ертіп ауладан шыға берді. Көркем туындыны өмірге әкелетін автор. Ал оқырман шығарманы оқи отырып, автордың бейнесі арқылы оқиғаны көз алдына елестетеді. Автор бейнесі дегеніміз не? Шығарманың идеялық мазмұнын қалыптастыратын жазушының өз бейнесі автор бейнесі деп аталады. Эпикалық шығармада автор бейнесі айқын көрінбейді. Ол оқиғаны баяндаушы ретінде көрінеді. Автордың өз бейнесін оқиғаны баяндау мәнерінен, кейіпкерлерді суреттеулерінен, оқиғаға көз қарасынан көре аламыз. Ал шығарманың идеясы деп жазушының өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы мен беретін бағасын айтамыз. Автор бейнесі мен шығарманың идеясы бір-бірімен үнемі байланыста болады. Оған дәлел ретінде үзіндіні талдап көрейік. Берілген үзінді. Дәл осы сәтте Есенгелді мен Саржанның өлімін Мәделіханға жауып, өзін Қасым төренің алдында айыпсыз көрсете алатынына сенді. Бірақ бұл қанды оқиға осы түнмен бітпеді. Ләшкер мен Бегдербек Құшбегі: сенің балаларының ажалына біз айыпты емеспіз. Мәделіхан айыпты, кел, өзара келісейік деп Қасым төрені шақырып алды. Үзіндідегі негізгі идея Бегдербек Құшбегінің жала жабу сияқты зымиян әрекеттерін әшкерелеу. Ал автор бейнесі осы үзіндіде автор екіжүзділікке, сатқындыққа қарсы шығушы, адалдықты жақтаушы ретінде көрінеді. Автор бейнесімен шығарманың негізгі идеясын қалай анықтауға болатынын түсінген болсақ, алғашқы тапсырмаға көшейік. Шығармадағы алынған үзіндіні оқып, автор бейнесінің негізгі идеясымен байланысын анықтаймыз. Ол үшін 3 жақты күнделікті толтырамыз. Ол үшін берілген бағалау критерийі мен дескрипторын басшылыққа аламыз. Балалар, енді өзіндік жұмысқа кезек берейік. Автордың бейнесі мен шығарманың идеясын семантикалық картаға сәйкестендіріп белгілейміз. Сабағымызды қорытындылай келе, Қаһар романы туралы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ілияс Есенберлиннің шығармашылығында атақты Көшпенділер трилогиясы негізгі орын алады. Ол эпикалық құлаш қарымымен, оқиғалардың серпінділігімен, қазақ тарихының жанды әрі қайталанбас тұлғаларының бейнесімен, тілінің шынайылығымен ерекшеленеді деген болатын. Автордың да тарихи романды жазудағы мақсаты осы бір ұшан теңіз тарихымызды аз да болса әдебиетте көрсетіп қалу, кейінгі ұрпаққа мұра ету. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда Қаһар романының алғашқы тарауының мазмұнымен таныстық, автор бейнесімен шығарманың идеясымен байланысын үзінділер арқылы талдау жасадық. Қазақ халқының азаттық жолындағы табанды күресін баяндайтын тарихи шығарма екеніне тағы да көз жеткізе алдық деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.